Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Шешен Республикасындағы сапарын Бауырлас Құмық және Нағай ауылдарында жалғастырды. Терек және Сунжа өзенін бойлай орналасқан бұл елді мекендер ертеден түрік қыпшақтарының құтты қонысы. Оны өңірдегі топонимдер айғақтайды. Оған қоса жергілікті халықтардың арасында бүгінге дейін Қыпшақ, Найман рулары сақталған. Бабалар ізімен Грозныйдан аттанған ғылыми экспедиция өз сапарын Брагуни ауылында жалғастырды. Шамамен 3,5 мыңдай тұрғыны бар елді мекеннің 90%-ден астамы Құмық тайпасынан. Өзінің төл тілі мен мәдениетін барынша сақтаған. Қазақстаннан келген делегацияны жергілікті жұрт ыстық ықыласпен қарсы алды. Ата-бабадан бүгінге жеткен тарихи деректермен бөлісті. Дәстүрді дәріптеп, концерттік бағдарлама ұсынды. Ауыл тұрғындарының айтуынша қыпшақтар бұл өңірдің алғашқы иесі. Себебі жер су атауларының басым бөлігі төл тілімізден шыққан. Брагуни ауылының да түп төркіні Борахан сөзінен алынған. Өздері әлі күнге солай атайды. Бұдан бөлек қыпшақтарға тән тас мүсіндер де жиі кездеседі. Он хотел бомбоубежище, укрытие себе сделать для своей семьи. Жанымыздағы Сержен Юрт деген ауылдың тұрғыны соңғы соғыс кезінде отбасын бомбадан қорғау мақсатында жер қаза бастайды. Сол кезде ауласынан бал-бал тас шығады. Тасқа қашалған адамның көзі қысықтау, мұртты болған және екі қолын алдына ұстап тұрған. Мұндай белгілер тек Қыпшақ жауынгерлерінің қабіріне қойылғаны белгілі. Ал Шелковской аудандағы Сарысу ауылына келгенде өзімізді Қазақстанның бір шетінде жүргендей сезіндік. Себебі мұнда мекен еткен ноғайлардың тілі де, түрі де, салт дәстүрі де, тіпті құрамындағы ру тайпаларды қазақпен ұқсас. Мен ноғай едім, Найман тайпа, Найман, Келау. Ноғай ішінде. Бар бізде аслар да бар, қыпшақлар да бар. Бізде бір әдет бар, тайпадан қыз алмайды. Қыз бермейді өздерінің тайпасына. Амал тауып. Солай затлар бар. Бізде келілер сөйлемейді. Бұл ауылда, Сарысу ауылда көп ноғай халық тұрады. Арасында бар, қалай меңлетті бар, тұқым. Қыпшақлар бар, Найманлар бар, Аслар бар, Келаулар бар. Мен өзім Қыпшақ заттан. Қыпшақ bizim yerler вообще от Дуная до Днепры деп айташы, ол bizim бұдан икон ерлер, ол біздікілер. Шында біз қалай тасанып қалғамыз, яғни әлсіз Қазақстанда, біз мұнда Россияда, но қазақтармен біз бір халықпыз. Бабалардан қалған белгілерді Ингушетия Республикасынан да көптеп кездестіруге болады. Солардың бірі Қарабұлақ елді мекенінің сыртындағы мына кесене. Тарихи деректерге қарағанда 10-15 ғасырларда салынған. Мұндай формамен салынған мавзолей. Бұл тек қана біздің бабаларымызға тән нәрсе деп айту керек. Өйткені жергілікті халық мавзолей салмайды. Қайтқан адамға олар тек қана үлкен тас қояды басына, басқа ешнеме қоймайды. Мынау ғалымдардың айту бойынша бұл арада жерленген Богда хан деген кісі болған дейді. Өйткені бұл арада тұрған халықтардың көбісі құмықтар, сол кезінде 10-15 ғасырдың екі ортасын алып отырмын ғой. Құмықтар, ноғайлар, басқа да түрік тұқымдас халықтар. Сапар барысында ғылыми экспедиция мүшелері бабаларымызға қатысты біршама тарихи дерекпен қанықты. Кешенді зерттеу жүргізсе, әлі де талай тың ақпараттың табыларына көз жеткізді. Осылайша өз сапарын Ингушетия жерінде тәмамдады. Талғатбек Әбдіқожа, Саматбек Батыров, Хабар 24, Солтүстік Кавказ аймағынан.